20 ғасырда сол біздің әжелеріміз әйел екенін ұмытып, әрбір адамда еркектік энергия да бар, әйелді қуат та бар. Сонда әйелді қуатты жойылды. Енді орыстың бір жаман сөзі бар: я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Яғни сіз батыр, сатқын емес деген кезде ұрпағы қалай әсер етеді оған? Жылауға уақыт жоқ. Ұрпақты аман есен алып қалу керек. Ашаршылықтан кейін репрессиялар басталды. Репрессия қалай әсер етеді? Негізі біздің қазағымызда, ұлы даламызда сондай балам, бауырым тірі шығар. Сенім, шексіз сенім. Шексіз сенім. Көңілді айтпаған бұл адамдарға. Жаназалары шығарылмаған, Құран оқымаған. Сонда ресейліктер таң қалатыны, қазақтардан басқа бәрі бас тартады дейді. Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге мен Зарина Буйымбаева және менің авторлық жобам 70 подкасты. Бүгінгі біздің қонағымыз осыдан жарты жыл бұрын біз тектанушы маман, сондай білімді ментор болып жүрген Әлия Нұрпайқызы Сағынбаеваны қонаққа шақырған болатынбыз. Бүгін осымен екінші рет біздің студияға қонаққа келіп жатыр. Оның басты себебі Әлия Нұрпайқызының жалпы мына тектану мәселесіне қатысты халықтың сұрауы, халықтың қызығушылығы. Сондықтан Әлия апай, қош келдіңіз тағы да. Қош келдік. Алдағы осы наурыз мейрамдарына қарсаңында шығатындықтан наурыз құтты болсын, халықаралық әйелдер күні мерекесі құтты болсын, және өзіміздің дәстүрімізге жақын өзіміздің наурыз мерекесі де құтты болсын, ақ мол болсын деген келеді. Амин. Иә, өзіңізде тура наурызға қарсы әдемі сондай ұлттық стильде нақышта келіп отырсыз. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Бәрі де жақсы, шүкір. Жақсы. Енді жалпы негізі біздің бүгінгі тақырыбымыз, өткен жолы өзіңізге де айттым, біз бұл тақырыпқа, бұл кездесуге бұл жолы жақсылап дайындалдық. Мен сіздің семинарыңызға келіп кеттім 2 күн бойы. Өте сондай пайдалы, керемет семинар болды. Және сол семинардың аясында да біздің аудиториямыз, жалпы қазақ халқы, қазақтарымыз, өзіміз бәріміз біліп жүрсін деген ниетпен өзіңізді шақырып отырмын. Және бүгін біз мынау әлеуметтік катаклизмдер 20 ғасырдағы соның төңірегінде сөйлесетін боламыз. Сол туралы жалпы қызығушылық қайдан басталды? Неге сіз бұл тақырыпқа келдіңіз? Содан бастап айтып берсеңіз. Менің қызығушылығым өзімнің сұрақтарыма жауап іздедім. Көп кітаптар оқыдым. Бірталай жерге бардым, іздене бастадым. Өзім нағашыларым қолында өскенмін. Ата мен әжемнің қолында. Енді қазір міне байқағаным, кемпір шалдың қолында өскен бала ерекше бала болады. Себебі баланы жас өздері енді ғана ата-ана болған ата-ана тәрбиелей ме? Жоқ, бірталай өмірлік тәжірибесі бар баланы тәрбиелеп үйренген ата әжеме. Сондықтан мен 1 классқа дейін сол ата әжемнің қолында өстім. Қазір енді түсінем, сол кездегі көргенім, тілім қазақша шыққан. Сол жердегі, сол кездегі өсиеттері, атам көп қазақтың жырларын, дастарын жатқа білген. Ол кезде бұл 60 жылдары Үржар жақта, бұрынғы Семей облысы, қазір ол ауыл Қарамойыл деп аталады. Кезінде хутор Ленина деген болған. Сіз семинарда айтып едіңіз ғой. Ол кезде енді үлкен кісілер ғана білетін шығар. Қазір жастар білмейді. Деруш дейтін. Солар ауыл-ауылды аралап жүретін. Менің әжем сондай кісілерді үйіне шақыратын. Сол есте қалып, әйтеу сол аталар көбі олар қолдарында таяқ болатын, әппақ киініп жүретін. Ол кісілер енді мына университет, институтта оқымаған ғұламалар ғой. Бұл енді біздің қазақтың ежелгі заманнан келе жатқан салт дәстүріміз, сопылық ілім дейді, сопылық жол дейді. Ондай ата-бабаларымыз бізде көп болған. Оның бір ең белгілері ол Арыстанбап, Бекет атамыз, Қожа Ахмет Яссауи. Қазір түсінем, сол кісілер маған әйтеу әңгіме айтып отыратын. Сол кезде менің жадыма, есіме, түп санама әйтеу бір жақсы нәрселерді сеуіп кеткен секілді. Сосын кейін сол
мен керемет көп нәрсені білгім келді, ізденгім келді. Сонымен өзімді өзім зерттей келе психологияны түсіне бастадым. Сол 2005 жылы Мырзакарим Санакулыч Нарбеков деген ол кісі әлі де бар. Ол кісі өзбек, нағашылары қазақ екен. Сол кісі біздің осы шығыстың менталитетіне сәйкес нәрселерді айта бастады. Сол маған қатты ұнады. Қай жылдары? 1999 жылдан 2005 жылға дейін сол кісімен, оқушылармен Қазақстанда жиі келіп жылына 1-2 рет 10 күндік курс өткізіп кететін. Сол кезде көп түсіне бастадым. 2005 жылы сол кісі өзі өткізген 10 күндік курс болды. Сол кезде 2-ші күніме, 3-ші күніме қазір мынандай сөз бар, инсайт деп, қазақша аян деп айтуға болады. Адамға бір аяқ астынан бір ой келеді, түсінік келеді. Тегімде бір нәрсе болды, ата-бабаларымда сол маған әлі күнге дейін әсер беріп жүрген деген маған сондай ой келді. Ол жерде Мырзакарим Санакулович толық берген жоқ, бірақ та айту бір іздеудің басын сол жерде бастады. 10 күннен кейін өзім мұғалім болғандықтан көп нәрсені ойландым да түсіндім. Қазір мына зависимость от тренингов деген ауру бар. Анаған барады, мынаған барады. Тоқтаусыз, үздіксіз, бірақ та нақты толық шешімін таба алмайды. Мен өзім содан өткем. 2018 жылдан бастап, жаңағы әртүрлі марафондардан бастап, психологтарыңыз бар, жаңағы медитация жасайтындар бар, түрлісіне барып шықтым. Сол кезде енді оны қазір түсінемін. Мен сол ата-бабаларымнан келген менің қасиетім, менің қабілетім, менің гендік жад арқылы келген дағдым, менің ата-бабаларым нақты шешім таба алған. Ол кезде мен түсінген жоқпын ғой. Бірақ та менің түсінгенім шешім беретін бағыт бар. Сол кезде свобода слова деген әлі дейін сөз бостандығы. Газет бар ғой деймін. Сол жерде мына Валерий Васильевич пен Лариса Николаевна Докучаева туралы Қырғызстанда семинар өткізеді деген кішкентай хабарлама шықты. Сол жерде қысқаша жазылып тұрды. Қандай тақырыптар қаралады? Сол кезде қазақ нәгі тұқым қуалаушылығы дейді ғой. Сол туралы енді орысша жазылған, бірақ та түсінгем сол ата-бабалардың өмірі бізге әсер етеді екенін, көп нәрсе сол жерде жатқанын сол кезде түсіндім де іздегенімді тауып, ана кісілердің телефондарын алдым, хабарластым. Екатеринбург қаласы, ол Ресейде. Сол 2005 жылы ең бірінші, әрине біз қалай істейміз, қасымыздағы подружкаларымызды шақырамыз, таныстарымызды шақырамыз. Сөйтіп 2005 жылы 13 бәріміз қыз келіншекпіз, жиналып 2 күндік, ол кезде 3 күн болатын семинар өткіздік. Сол кезде мені мазалаған өзімнің сұрақтарым болған, 3 өте маңызды сұрағым. Қандай? Енді мен оны жиі айтып жүрем. Мен әке мен анама өкпем болды. Неге мені бере салды? Сосын кейін олар 1-ші классқа барғанда өздерінің қолына алды, бірақ та мен былай жалпы айтқанда мен уже дайын баламын ғой. Сондықтан арамызда көп түсінбеушілік болған. Мен өзімді әке шешем үйінде бөтен сезінетімін. Ата мен әжем үйіне кеткім кеп тұратын. Мен үйімде біртүрлі керемет сондай қолайсыз сезім болатын. Неге олай деп бір жағынан білем, но мен әкем мен шешем, мама, папа деймін. 7-ші класс оққанда әжем қайтыс болды, 1-ші курста оққанда атам қайтыс болды. Ол ауыр тиді. Ауыр тиді. Жетім сияқты болып қалдым ғой. Сосын кейін тағы бір өзімді зерттеп түсіне бастағанда адам өзін түсінеді ғой. Психикасын, психологиясын, түп санасында қандай ойлар бар екенін. Қазір психологияда бұл да жаңағы модно дейді ғой. Ол жалпы модно болсын, модно болмасын, адам өзін түсіну ғой. Сол кезде 2 қорқынышымды түсіндім. Күйеуім үшін қатты алаңдаушылық болды, балаларым, сосын туған туыстарым үшін. Ол қорқыныш үрей деген адамға қатты әсер береді, әсіресе әйел адам.
ол әлгі бәрін бақылау керек, қайда кеттің, нешеде келесің, тек қана мен айтқаным болу керек деп, сондай түсінбеушілік болып қалады. Балаларым да түсінбейтін, күйеуім де, неге сен мені сұрай бересің, қайда кеттің, нешеде келесің деп, мен өзім түсінбеймін не үшін, бірақ та түп санамда қорқыныш бар, бір нәрсе болып қалатын сияқтылды. Бірақ та өзім мұғалім болғаннан кейін мен педагогикалық институт бітірген, психологияны оқығанбыз, сондықтан шешімін табуға болады деген ой сезім болды. Сол бірінші семинарда генограмма деген сызба бар. Оны тыңдармандарымызға айта кетейік, шежіреден айырмашылығы бар. Шежіреде сол сызбаға тек қана әке жағымыз, тек қана жет атамыз керек. Тек қана ер азаматтар. Ал генограмма деген ол 20 ғасырда, 50 жылдары Европаның психотерапевтары ойлап тапқан сызба, оған нағашылар да кіреді. Себебі 23 хромосомамыз әкемізден, 23 хромосомамыз анамыздан. Сондықтан адам енді былай жалпы қалжың тілмен айтсақ, біз сол 46 хромосомадан жаратылған 46 хромосомамыз. Сол кезде сондай енді көп ақпаратты білген жоқпын, біраз бірақ та білдім, аталарым, әжелерім, бабаларым туралы. Соны сызғанда сол кезде бәр сұрақтарыма жауап таптым. Сосын кейін Валерий Васильевич пен Лариса Николаевна шешу жолдарын көрсетті. Сол өздерінің әдісі бойынша қорқыныш үрей болса, онымен былай жұмыс істеуге болады. Өкпе ренішпен былай жұмыс істеуге болады деп, соны қолдана бастадым. Енді қысқаша айта кетейін, менің екі әжем, сосын кейін арғы әжем ерте жесір қалған. Қуғын сүргінде ер азаматтары, заман қиын болды, бағана біз айтып отырған әлеуметтік катаклизм. Ер азаматтары қуғын сүргінге ұшыраған, біреу ату жазасына, біреулер ашаршылықтан, арғатам Сібірге ит жеккен дейді қазақтар, сол жаққа айдалып кеткен, оралмады, белгісіз әлінге дейін өмірі тағдыры қандай болды. Нағашы әжем 9 баласынан айырылыпты, 2 рет күйеуге шыққан. Менің нағашы атам екінші жолдасы күйеу екен. Бірінші күйеуімен балалары бір 7-8 бала болған сияқылды. Әжем сол кезде шамамен 31-33 жасында. Сол бірінші күйеуінен де барлық бала шағасынан айырылған, жалғыз қалған. Атам ашаршылық кезінде бірінші әйелмен балалары сол кезде көз жұмған. Сондықтан әйтеу екеуі қосылып, сосын кейін менің анам, артынан ерген 2 сіңлісі, бауыры. Сол кезде мен түсіндім, бұл менің гендік жад арқылы келген қорқыныш үрей екенін. Мына кісілер сол психология жолымен, ғылыми жолмен, сол үрей қорқынышпен қалай жұмыс істеу керек екенін көрсеткеннен кейін, өкпе ренішпен де қалай жұмыс істеуге болады екенін, ол бәрі ғылыми психологиялық жол. Қолдана бастадым. Қолданғаннан кейін адам өзгереді ғой. Уже бұрынғыдай эмоциям жоқ. Үрейім басыла бастады. Қорықпаймын, сене бастадым. Бір жаққа кетсе, аман-есен оралады. Енді ол жерде көп ұстанымдар бар. Бәрі негізіміздің мида жатыр ғой. Түп санамызда жатыр, бей санамызда жатыр. Сонымен шамамен 1,5 жылдан кейін, өзі сол кезде 2 ай сайын сондай семинар өткізе бастадық. Өзіме сол шақырған адамдарға ұнады, бірақ та 6 қыз қалдық. Қалғандар қашып кетті. Неге? Қалай ойлайсыз? Білмеймін. Қорқытым екен. Ол кезде бұл ешкім бұл тақырып туралы айтпайды. Мен бірінші болатынмын. Ол қай жылдар еді? 2005. 2005. Сосын кейін біраз уақыттан өткеннен кейін, түсіндім, менің бабаларым қуғын сүргінге де ұшыраған. Тәркілеуге де, камписке дейді, раскулачиванияға да ұшыраған. Ашаршылықта бастарынан өткен. Нағашы атам соғысқа барып келген. Соғыстың ардагері, соғыстан қатты жарақат алып келді. Соның бәрі ақырын сол Валерий Васильевич адамның қалыптасқан мінез құлқы, салт дәстүрі арқылы түсіндіре бастағанда, адам деген түсіне бастайды. Бұл көршіден де жұққан жоқ, ешқайдан да келген жоқ. Бұл біздің ата-бабаларымыздың кезіндегі сезімдері, қорқыныштары, эмоциялары сол гендік жад арқылы ұрпағына беріледі. Яғни хромосомалар арқылы беріліп отыр. Қалыптасқан мінез құлық дейді. Устойчивая модель поведения. Сосын кейін сол қуғын сүргін туралы ақырындап, өзім мектепте тарихтың мұғалімі болдым ғой. Ақырын оқи бастадым, зерттей бастадым. Сосын кейін 2006 жылдан бастап түсіндім, бұл менің еліме керек, қазақтарға керек.
жалғыз мен емес, өйткені осындай қаншама күйде жүрген қазақтың көп екен. отбасының басынан өтіп Иә. отыр. Сол абырақта ғылыми жолмен ешқандай көріпкелсіздік, басқа да бір дұрыс емес бағытқа кетпей, осының бәрін ақырындап дамыта бастадым. Валерий Васильевич өзі физика, математика ғылымының кандидаты болды. Физик, ядерщик. Ол кісі ұстаз, институтта кезінде сабақ берген. Жұбайы Лариса Николаевна, ол кісі философия ғылымының кандидаты. Сол Валерий Васильевич дүниеден озғанша 14 жыл Астанада 2 айда келіп сабақ беріп отырды. Осында бізге. Иә, Астана қаласында сол тақырыптар әртүрлі. Мысалы, тек тануға, радиологияға кіріспей, не үшін біз ата-бабаларымызды білуіміз керек? Ол гендік жат деген не? Ол тұқым қуалаушылық деген қалай? Соның бәрін ғылыми тілмен түсіндірді. Ал бізде ол кәдімгі дала институтында, санамызда бар нәрсе. Санамызда бар. Дәстүрімізде. Біздің ұлтымыз басқа ұлттарда бәрі білген. Ал қазір соны ғылымдар зерттеп, генетика, нейробиология, культурология бағыты, антропология, соның бәрін бір-бірімен қосқанда қазір интеграция дейді. Сонда адам бәрін түсінеді екен. Сосын кейін мысалы сөздің құдіреті, сөздің күші деген тақырып бар. Абайлап сөйлеу керек екенін. Қарғыс сөз айтса онымен қалай жұмыс істеуге болады? Ғылыми бағыт жолмен. Сосын кейін ата-ана мен балалар деген сондай тақырып. Адам сонда өзін жан-жақтан түсіне бастайды. Сонымен бұл кісі марқұм болғаннан кейін 2017 жылы сабақты мен бере бастадым. Міне бүкіл Азияда, осы Қазақстан, Қырғызстан, Татарстанда болдым. Қазір өзбектер қызығушылық тудырып жатыр. Бірталай мысалы түріктерге кеңес бердім, Азербайжандарға, басқа ұлттарда бар. Орыс бар ішінде, неміс те бар, кәріс те бар. Менің ағылшын тілін білетін жас әріптестерім, олар Норвеж елдің азаматтарына кеңес берді. Қытайларға, Жапондарға, Иорданияның азаматтарына. Сонда мен қалжыңдап айтам, ешкімде көктен салбырап түскен жоқ. Бәрімізде дүниеге әке-шешеміз әкелді. Әке-шешемізді аталарымыз, әжелеріміз бұны міне қазақша ғылыми тіл емес жалпы тілмен айтқанда тұқым қуалаушылық дейді, орысша айтқанда генетика дейді. Сол арқылы адам өз-өзін тез түсінеді екен. Сонымен міне біз жекеде кеңес береміз адамға, клубтық кездесу өткіземіз. Сосын кейін Қазақстанның көп қаласында сол қызығушылық тудырғандар 2 күндік семинарымызға келіп тұрады. Ал енді мынау қайтадан өзіміздің қазақтарға оралсақ, қазақтар болғанда қазақтың тарихына оралсақ, біздің енді жеріміз кең байтақ, бұл жеріміз не көрмеді? Бағанағы әлеуметтік катаклизмдер. Ашаршылыққа ұшыраған ұрпақтардың бойындағы қандай паттерндер бар? Паттерн, көпшілікке тән. Паттерн деген ол қалыптасқан мінез құлқын үлгісі. Ашаршылық деген біздің әлі дейін қазақ еліне ең күрделі, ең қатты жарақат берген тақырып. Ауыр тақырып. Өте ауыр тақырып. 2000 жылдардың басында көшедегі кезінде киосктарда газет пен журнал сатушы еді ғой. Сол кезде бір қазақ тілді журналды сатып алдым. Толық атауы қазір есімде жоқ. Сол архивтан алған ашаршылық туралы құжаттар. Бір рет оқыдым да, Зарина, 2-ші рет аша алмаймын. Әне жерде енді сұмдық нәрселер. Ауылымызда не болған, қалай болған. Ашаршылыққа ұшыраған адамдардың ұрпақтарында әлі күнге дейін қатты қорқыныш, үрей. Аш қаламыз ба? Сондықтан холодильникті толтырып қояды. Тамаққа тоймайды. Көп жейді. Артық салмақ пайда болады. Ол қазіргі кезде ұрпақта уже физиологиясы соны көрсетеді. Ал адам тамақты көп жесе, жей берсе, тоймаса, ол кейбір ауруға барып айналады. Мысалы, диабетке, басқа да бір ауруларға қазір көбі, әсіресе әйел адамдар салмағымызды түсіреміз дейді.
диетаға отырады, анда барады, мында барады. Соның ішінде мен сол диета арқылы арықтаған адамдарды аз көрдім. Біраз уақытқа дейін диетада отырады, ары қарата ол диета деген не? Уақытша. Ол ограничение ғой, ол тыйым, Сондықтан біраз уақыттан кейін сол гендік жадында сондай бір қорқыныш сезім оянады ғой деймін. Адамда тамақ аз болса бір нәрсе болып қалады деген шамамен сондай ұстаным пайда болады да, олар барлық диетаны ұмытады да, қайтадан тіпті одан да көп салмақ жинап алуы мүмкін. Ондай менде талай адам болды. Өз басымнан өттім. Менің сол жаңағы айттым ғой, нағашы атамның бірінші әйелі отбасы ашаршылықтан кеткен. Нағашы әжем жағынан да сондай болған. Әкем жағынан қатты ашаршылыққа шалдыққан жоқ қой деймін. Ол жерде ашаршылық болған жоқ. Ол жерде украиндар, орыстар көп болды ғой. Картоп болды, жеміс жидек болды. Мысалы Семей облысының Шұбартау, Абай аудандарында қатты ашаршылық болды. Ол тағы табиғатқа да байланысты. Сондықтан кезінде Мұрат Ауызовтың сөзі бар. Ашаршылық бастарынан өткен ата-бабалардың ұрпақтары 7 ұрпаққа кейін тамаққа тоймайды деген. Мен сол кісімен келісем. Себебі адамның өзінің инстинкт бар ғой. Мысалы, күйеусіз өмір сүруге болады, баласыз да, байлықсыз да, бірақ та тамақсыз адам өмір сүре алмайды. Тамақ деген адамның ең бірінші қажеттілігі. Біз үйде байқаймыз, үйде енді апамыз бар. Апамыз 10 килограмм ұн, 10 килограмм картошка, рожки, қант, бәрі толып тұру керек. Ал менің санамда мен күнделікті өзіме керек нәрсені ғана барып алып келем. Ал олар үшін ол катастрофа. Үйде тамақ толып тұрмаса. Маған енді әсіресе пандемия кезінде осы қатты осы қорқыныш оянды. Біз өзіміздің WhatsApp'та чаттарымыз бар. Бүкіл дүние жүзінен қазақтар сол жерде отырады. Солардың арасында сұраныс жүргіздік. Сонда 82%, сол 500-ден адам сол біздің сұрақтарымызға жауап берді. Соның ішінде 84% адамдар аштан қаламыз ба, тамақ бітіп қала ма, үйлеріне деген қорқыныш пайда болды. Бәрін мешокпен сатып алды, бәрін толтырды. Өз басымнан өткен, менің әкем соғыс кезінде әкесі репрессияға ұшыраған, әжемізді трудармияға айдаған, 2 апайының қолында қалған, өңкей балашаға, ер азамат жоқ. Сол кезде тамақ жетпейтін. Ашаршылыққа шалдыққан адамдардың ұрпақтары тамақ тез жейді, сондай деді ғұрып бар. Мен де дастарханға отырсам, бітті, сана деген жоқ. Тез ананы уже адамның инстинкті қосылады. Сосын кейін тез деген менде сабырлық жоқ. Біреу тартып алатын сияқты, біреу қуып келе жатқан сияқты. Күйеуім кейде 1-2 рет сол қалжыңдап айтты, артынан біреу қуып келе жата ма, тамағымды тартып ала ма деп. Ол кезде мен әрине түсінген жоқпын, оны кейінірек барып түсіндім. Яғни сол паттерн дейсіз ғой. Паттерн, әкем де солай. Сосын кейін байқасам, әкем де солай тамақтанады екен. Інім де сондай болды. Сосын кейін соның бәрін түсінгеннен кейін ақырындап тамақты негіз асықпай, сабырмен. Ораза кезінде маған жақсы көмектесті. Бірақ та қатты қиналдым. Өліп кететін сияқылды. Қазір мен тамақты таба алмайтын сияқылды болдым ғой. Бірақ та сол Аллаға сенгеннің арқасында сөйтіп ақырындап қазір отырып, ақырын, асықпай. Бірақ та бұл жағдайға келу үшін міне 18 жылдай керек болды. Ашаршылығы адамның, қазақтың ең қатты қорқынышы, ең қатты үрейі. Ал енді қараңыз, ашаршылық болды. Ашаршылықтан кейін репрессиялар басталды. Репрессия қалай әсер етеді? Қандай паттерн қалыптастырып отыр? Қазіргі таңда, оның былайша айтқан кезде соның әсерінен қазір біз қандай жағдайға душар болып отырмыз? Ұрпақтары. Енді репрессияның алдында конфиске дейді. Орыстың сөзінен конфискация деген тәркілеу. Олардың да паттерндары бар, үлгілері бар. Конфискеге ұшырағандардың ұрпақтары кәсібін ашуға қорқады. Өз үшін
еңбектенуден қорқады, өз үшін табыс табудан қорқады. Тіпті кәсібін ашса да біреу тартып алатын сияқылды. Қаншама адам қазір өздерінің кәсібінен айырылып қалады. Әйтеу бір себептермен. Не болмаса қасында кім серіктесі тартып алады, не болмаса басқа біреу келіп тартып алады. Әртүрлі сондай жағдайға қорқыныш, үрей бар. Көрсетуге қорқады. Мысалы, енді біздің салық комитетіміз бар ғой, ол жерге де біз салық төлеуміз ғой. Сол жағынан салықтарын жасырады, біреу толық. Әйтеу адамның неше түрлі сондай қызық ойлары, қитұрқы, адам өзін түсінбейді, соны бір жағынан кейде заңды да бұзады, бір жағынан адал еңбек еткісі келеді. Міне сондай үлгілер болады. Мен талай сондай адамдарға кеңес бердім. Біреуінен енді мысалдарын келтіріңізші, сол кеңес берген адамдардың аттарын айтамай-ақ. Бір енді Форбсқа кіретін, тізімге кіретін біздің байларда бір 4-5-еуі менің кеңесімде болды. Біреу шетелге кетіп қалды, біреу осы Қазақстанда қалды. Әйтеу бір белгілі себептермен бизнестарының, кәсіптерінен айырылып қалды. Сосын кейін енді мені естігеннен кейін біреу сондай бір кәсіпкерді анасы жіберді. Анасымен араласам, сонда неге бұлай болды? Бізде коучтарымыз бар, жекеменшілік коучтарымыз бар. Бізде тренинг өтеді, бізде бизнес кеңесшілеріміз бар. Неге? Мен бәрін дұрыс істеп жүрген сияқылдым. Неге мен айырылып қалдым? Не толық айырылды, не болса, міне жартылай қалды, жартылай жоқ деген сияқылды. Әйтеу бір себептер болып қалады, бір нәрсе туып тұрады деп, сонданы генограмманы сығанда көрсетем. Ата-бабаларыңыз болды ма конфискеге ұшыраған? Болды. Біреуінің аталары, біреулерінің арғы-аталары. Сондықтан 20 ғасырда совет билігі келгенде сондай тыйым салды ғой, шектеу. Өз үшін еңбек етуге болмайды, өз кәсібі болуға тыйым салынды. Сондықтан осындай тыйымның арқасында үрей, қорқыныш пайда болды. Бұл тектің заңдылығы деп айтуға болады ғылыми тілмен. Тектің бағдарламасы. Әйтеу бір дәрежеге дейін көтерілсем, бір дәрежеге дейін бай болсам, әйтеу бір жамандық болып қалады. Байлығымнан айырылып қалам. Қорқыныш, түбінде бәрінде қорқыныш жатыр. Тіпті айға көшіп кетсен не деп қалжыңдаймын. Сингапурға кетесің бе, Канадаға кетесің бе, Европаға кетесің бе, ол жерде де билік бар. Ол биліктің алдындағы қорқыныш. Сосын кейін тағы бір өте бір сондай күрделі жағдай бар. Мысалы, мына Оян қазақта оны да көрсетті. Көршілер көбінесе көрсеткен. Туыстар көрсеткен. Ондай да жағдай болды. Жеткізген аласапыран заман дейді, міне. Заман керемет қиын болды. Әрбір адам оны бір жағынан былай түсінуге де болады, күн көргісі келді. Біреу сол қорыққаннан маған тиіспесін деп көршісіне көрсетті салды. Біреу туысына, біреу көре алмаушылықтан көрсетті. Сондай біздің ата-бабаларымыз өте қиын заманда өмір сүрді. Өте қиын таңдауларды жасады. Тар жол, тайғақ кешу деп бекер айтпаған ғой. Сосын кейін барып міне 37 жылға тап болдық репрессия кезінде. Ол кезде де мен кейде айтам, Шымкентке Ақтаудан келіп ешкім көрсеткен жоқ. Мысалы Қостанайға Тараздан ешкім, ол маңындағы адамдар. Сондықтан қазақта сөз бар ғой, жау алыстан келмейді. Жау алыстан келмейді. Содан шыққан ау деймін. Ондай тақырыппен де біз жиі кеңесімізде кездесеміз. Бұндай жерде енді кешірімді болу керек. Кешіре салу керек. Ешкімді сөкпеу керек, ешкімді кінәламау керек. Заман сондай болды. Бұл жерде біз дін бағыттарына сүйенеміз. Кешірімді бол, кешіре сал, ризашылығыңды білдіре сал. Болған іс болды, енді сен басқаша өмір сүре аласың. Сен өз-өзіңді өзгерте аласың. Ұрпағында сонда өзгереді деп. Ал енді мына репрессияға ұшырағандардың ұрпақтарында, олар әділет үшін күресетін адамдардың бірінші қатарында. Олардың көзқарасында көбі де бәрі де әділетсіздік. Билік те сондай, жұмыста бастық та сондай, қоғам да сондай. Жалпы сондай адамдардың қасында көбі сондай әділетсіз деп, көзқарастары сондай. Биліктің алдында қатты қорқыныш үрей. Өз-өздерін көрсете алмайды. Идеяларын, жобаларын. Әйтеу бір нәрсе тартып тұрады.
А оның түбінде репрессияға, мысалы Кампискеге ұшыраған адамдар кейбіреулер аман есен қалды. Тартып алса да енді ары қарата өмір сүру керек. Ол кезде билік жарайды, 5 қой ұстауға болады, 1 сиыр, 1 жылқы, айту өмірлерін сүрді, колхозға барды, совхозға барды, бірақ та аман есен қалды. Кейбіреулер қашты, жан жаққа, біреу Қытайға, біреу Иранға қашты, көбі Қырғызстан мен Өзбекстанға қашты, әсіресе ашаршылық кезінде. Біреулері Ресейге қашты. Кейбір ұрпақтары оралды, кейбір ұрпақтары білеміз ғой, қазір үлкен диаспора Қытайда да бар, Түркияда да бар, Еуропада да бар, Түркиядан бері қарай кеткен. Иә, ал репрессияға ұшырағандардың көбі ату жазасына кесілді. Ол жерде сонда ата бабаларымыз өмірлерінен айырылды. Міне Алашорданың тұлғалары. Сондықтан солардың ұрпақтарында өздерінің өмірі үшін қатты қорқыныш. Кампискеге ұшырағандар байлығы үшін, қаражаты үшін, туған туыстары, ал репрессияға ұшырағандардың өздері үшін, өмірі үшін, әсіресе сол түрмеге әкетті, итжеккенге алып кетті, оралмайды десе, өздері үшін қатты қорқыныш. Өз басымнан соның бәрі өтті. Сондай адамдар біздің қоғамда бірталай екен, аз емес. Проценттай айта алмаймын. Бірақ та сондай адамдар біздің қоғамда бар. Енді статистика тарихқа жүгінетін болса, қазақтың жаңағы қанша 1/3 бөлігі ашаршылық заманында қаншасы кетті. Одан кейін барып бағанағы репрессия кезінде қаншама қазақ мысалы айдалды, қудаланды, ату жазасына кесілді. Сонда олардың ұрпақтары енді бізде өмір сүріп жатырмыз ғой. Менің атам мысалы Кампискеге ұшыраған. Мен сізге өзіңізге де келіп айтып отырмын ғой. Жаңа консультацияңызға келіп, кеңесіңізге келіп, менде осындай бар, демек менде осындай қорқыныш бар ғой деген сияқты. Ондай қорқыныш бар мысалы. Қорқыныш болған кезде бір іште бір нәрсе бір бүйтіп ұстап, тартып тұратын сияқты болады. Одан кейін сен түсінеді екенсің, демек ол менікі емес, менің атамнан сол ген арқылы, жад арқылы беріліп жатқан ақпарат деп. Ақпарат, қорқыныш, үрей, заңдылық деп айтамыз біз қазір ғылыми тілмен. Мына тыңдармандарға түсіндіре кетейік, мына тұқымқуалаушылық деген механизм ғой ол. Орысша механизм наследования дейді. Соны генетиктар түсіндірді. Қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып 3, 4, 5 ұрпаққа дейін анық түрде көрінеді екен, білінеді екен. Сосын кейін сол генетиктардың екінші қорытындысы бар. Сол қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып бір ұрпақтан кейін белсенді түрде, анық түрде көрінеді екен, білінеді екен. Яғни әке шешеміз емес, ата апамыздың. Атамыз, әжеміз, кейбір жағдайда арғы мен арғы әже. Сондықтан біздің былай қалжың түрде түсініктемеміз бар. Аталарымыз бен әжелеріміз, кейбір жағдайда арғы аталарымыз бен арғы әжелеріміз, олар 8 адам. Ата әжелеріміз 4 адам, біздің өміріміздің сценарийін жазып кеткен адамдар. Әке шешеміз режиссер, біз актермыз. Сондықтан көбінесе ата, ана, әке шешемен балаларында көп проблемалар болады, ал ата әжелермен көбінесе ешқандай проблема жоқ. Бір-бірін түсінеді, бір-бірін өте жақсы көреді. Міне ол табиғат, Алла тағала жаратушы адамды осылай жаратыпты. Кейде айтады ғой жаңағы, природа отдыхает деп қалжыңдап айтады ғой мысалы. Шынымен де мысалы жаңағы әке шешесі мысалы талантты, талапты болса, балалары жай әшейін бір жерде жұмыс істесем екен дейді, бірақ немересі кәдімгідей атасына, әжесіне ұқсаған болып шығады. Жақсы. Біз енді айтып отырмыз, жаңағы ашаршылық дедік, Кампеске дедік, репрессия дедік. Одан кейін біздегі тарихымыздағы сондай бір үлкен тарихи жағдай ол Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы бізге қалай әсер етті? Өйткені шептің басында қаншама қазақтың жап-жас солдаттары, ауылдан мәселен қаншама адамды алып кетті, қаншама боздақтарды 12 жастан бастап алып кетіп өтті. Өткен жолы үйде сөйлесіп отырмыз, жолдасымның атасы сол кезде 9 жаста ма 10 жаста болған, қасындағы достары 12-13 жаста болған. Соларды алып кеткен, жасы жетпейді деп қалдырып кеткен. Соны үлкен жасында есіне алып айтып отыр. Айтқанда кәдімгі бір назбен, сондай бір
өкінішпен айтып отыр соны. Оларды алып кетті, ал мен қалып қалдым деген сияқты. Бұл қалай әсер етеді бұның бәрі бізге? Осы кейде сол тарихымызға қарасам, әсіресе 20 ғасырдағы кейде мен таң қалам, біздің халық қалай аман қалды. Бірінші міне 1917 жылдан кейін азаматтық соғыс болды. Азаматтық соғыс болғанда халық бөлінеді. Біреуі біздің тарихымызда, ұлы даламызда біреулері қызылдарды қолдады, біреулері ақты қолдады. Үшіншілері міне Оспан батырымыздай, Зука батыр, Созақ көтерілісі, олар егемендікті сақтап қалғысы келді. Сосын кейін барып, мына Камбиский басталды. Камбискийден кейін міне ашаршылық, 20 жылдағы ашаршылықты енді-ендіген айтып келе жатыр. Қазақтың басынан 2 рет ашаршылық өткен. Енді есін жинап келе жатқанда міне 37 жылы қуғын сүргін басталды. Ал енді репрессия. Өміріміз жақсарып келе жатқан кезде міне фашистік Германиямен соғыс басталды. Бірақ дегенмен қазақ тірі қалып отыр, аман қалып отыр. Мен ойлаймын, сол 70% айырылдық, бірақ та аман қалдық. Сондықтан мен қазір жиі айтам, кімнің арқасында? Әжелеріміз бен апаларымыздың арқасында. Ер азаматтарды осындай әлеуметтік катаклизм болғанда, ең бірінші ер азаматтарға тиіседі. Соғыс қалып кетеді. Олар ошағын, отбасын тегін қорғау керек. Қолдарына қару жарақтарды алады. Сондықтан ер азаматтар көп қырылды. Қазақтарда жалпы түркі тілдес елдерде мынандай біздің ол тектілік мәдениетіміз, ер азаматтар кеткенде аналарына, апайларына, әйелдеріне, қарындастарына ұрпаққа ие бол деп айтып кеткен. Сондықтан аманат кеткен. 20 ғасырда сол біздің әжелеріміз әйел екенін ұмытып, әрбір адамда еркектік энергия да бар, әйелдік қуат та бар. Сонда әйелдік қуатты жойылтып, енді орыстың бір жаман сөзі бар: яй лошадь, яй бык, яй баба и мужик деп. Сондықтан міне қатал болды, қатты болды. Шылауға уақыт жоқ. Ұрпақты аман есен алып қалу керек, еңбек ету керек, тіршілік ету керек. Колхоз болсын, совхоз болсын, бала шағаны сақтау керек. Оларға тамақ беру керек, оларды киіндіру керек, оқыту керек. Қалыптасқан мінез құлық бір ұрпақтан кейін белсенді түрде көрінеді, білінеді деп айттым ғой басында. Сондағы қазір немерелері, қыз немере, шөберелері күйеуге шықпай жүргенде нәп-нәзік қыздар болып жүреді. Ал күйеуге шыққаннан кейін сол гендік жаттағы сол сезім оянады екен. Мен бәрін өзім шешем. Бәрінде мен өзім билеуім керек. Ол апаларымыздан, әжелерімізден келген қалыптасқан мінез. Сондықтан қаншама қазір күйеулерін бұны қорғау керек. Бұған көп жұмыс артуға болмайды деп өздерінің отбасыларында билеп кетеді. Ер азаматтар оны түсінбейді, өкпелейді, ренжиді. Кейбіреулер сондықтан ішіп кетеді. Мені мына әйелім құрметтемейді, мені билеп кетті. Сондай мен талай жағдайлармен кездескем. Ал енді соның бәрі мен соны түсініп жұмыс істеуге болады. Валерий Васильевич бір кезде мынандай сөз айтты. Қазіргі заманда, деді, осы посткеңестік мемлекеттерде великая миссия женщины сделать мужчину мужчиной. Әйелдің ұлы миссиясы ер азаматты нақты ер азамат қылып, отбасының тегінің басшысы қылу керек. Қалай? Оған үйрену керек. Қалай үйрену керек? Онда батыстың технологияларымен емес. Батыстан келген психологияның көзқарасы емес. Біздің өзіміздің салт дәстүрімізбен. Ер азаматтың жолы басқа, әйел адамның жолы басқа. Ол енді не означает, что теперь мен құл болам. Жоқ. Тепе-теңдік, партнерство. Негізі мына біздің қазағымызда, ұлы даламызда сондай болған. Теңдік, баланс болған. Кім болса да, тіпті бағанағы тарих былай тұрсын, жаңағы ауыз әдебиеті. Ауыз әдебиетінде мысалы Қарашаш сұлу, жиреншенің жанында жүрген,
құртқа мәселен Қобыландының қателеспесем жанында жүрген, яғни әр батырдың жанында сондай бір данагөй, ақылгөй бір әйел болған. Яғни ол біздің бұрынғы кезімізде әйел мен еркектің теңдігін көрсетіп отыр ғой сондай, Сол. Ал енді Ұлы Отан соғысына келсек, ресми деректер бойынша 271.503, бұл 5 жыл бұрын берілген деректер, хабар-ошарсыз кеткен. Ал жалпы Қазақстаннан 1.300.000-нан астам қазақстандық жауынгерлері отан соғысына аттанған. Әрине, әрбір ұлттар болды, бірақ та көбі қазақтар. Қазақтарды алдыңғы шепте болды. Сонда мен солардың ұрпақтарын 3 категорияға бөлем. Бірінші категория сол кезде қарақағаз келді, аталарыңыз, балаңыз, бауырыңыз нақты қаза тапты, мынандай жерде жерленді. Ұрпақтарына қандай әсер береді? Біздің атамыз өзінің парызын, борышын орындады, ақтады. Сол кездегі мемлекетті қорғау керек болды, қорғады. Сондықтан есімізде біз ол атамызды ұмытпаймыз. Сосын кейін әрбір ауылда қазір ескерткіштер бар. Сол жерде аты жөндері жазылып тұр. Ондай адамдардың ұрпақтарының тағдыры жеңілдеу. Екінші, соғыстан оралғандар. Оның ішінде аман-есен оралғандар да бар. Бірде-бір жарақаттарын алмай, ондайлар да бар. Жарақаттанып келгендер де бар. Ондай аталарымыз еліне келгеннен кейін біреулері үйленіп кетті, біреулері жас жігіт болып келді де отбасын құрды. Ауылда, міне мысалы, 40 әйел, 5 ақ еркек. Қасындағы мысалы жолдасы оралмады. Көрші жесір әйел жүр, жетім балалар жүр. Соғыстан қайтып келген аталарымыздың көбі тіпті мүгедек болып келмесе, ол тағы біздің гендігі жадымызда қалыптасқан, мен көмек беруім керек. Мен қамқоршылық беруім керек. Мен олар туралы да өзімнің отбасым емес, ауылдағы, маңымдағы көршілерім, туыстарым туралы ойлауым керек. Деп, сонымен көп жағдайда солар мысалы табыс табады, одан бөліп жырып көршіге берген. Ал әжеміз, әйелі оны түсінбеді. Ол кісі күйеуін оралғанына қуанышты ғой. Сондықтан кейбір сондай әйелдер түсінбейтін. Неге анаған бересін? Әрбір әйел өзінің бала шағасын ойлаған. Сондықтан сондай отбасыларда көп енді түсінбеушілікте туған. Сосын кейін жаңа міне осы эфиріміздің алдында жазды, 40-50 жылдары некесіз туған балалар. Бірталай. Көп болды. Сол аталарымыз осындай жолмен де қазақтың санын көбейтті. Мағам сондай адамдар көп жасады. Менің әкем, менің анам осындай туған. Біз ешкімді кінәлай алмаймыз, сөге алмаймыз. Заман сондай болды. Ал бірақ та қазір әжеміз айтпай кетті. Әкесі кім екен? Кейбір жағдайда білетін айту. Бір ауыл ғой. Анау ананың баласы болған, мынау мынаның баласы. Кейбір ұрпақтар оған ренжімей, өкпелемей, жақсы араласып жүр. Болар іс болды. Кейбіреулер бір-бірін жақтырмайды. Жаудай көреді. Ондай да оқиғалар бар. Ал кейбіреулері руын білмейтіндер. Қазір мағым жасады. Руымызды қалай білуге болады? Қазақта білесіз ғой, жеті ата өтпей, қыз алысып, қыз беріспейді. Деп сондай сұрақтармен де келеді. Мен сол өзім білгенімше бірталай тәжірибем болғандықтан айтам, мынаны істеуге болады, былай. Сондай жағдайда туған өздері бірталай жасқа келген, 50-ден асқан, 50-ге жетпеген ер азаматтар да келді. Әйелдер де келді. Балалары келді. Тек бір ер азамат қана іздемеймін деді. Кеңестен кейін. Болды, түсіндім, іздемеймін деді. Маған олай керек жоқ. Себебі ол ер азамат руын білді. Ал қалғандары іздегіміз келеді, тапқымыз келеді, білгіміз келеді деп. Мен айтам. Қан жібермейді ғой. Ауылға барыңдар.
ақырындап сұрастырыңдар. Әйтеу ауылда қазір соны біліп отырғандар бар. Сонымен біраз уақыттан кейін маған енді кері байланыс береді. Таптық, бір-бірімізді жақсы қабылдадық. Иә, айтып жүретін атамыздың әкеміздің баласы бар екенін білетінбіз деп. Сондықтан мен ойымша сол өкпе ренішті ұмытып, бір-бірін сөкпей, кінәламай, бәріміз әр қазағым жалғызым деп, заман сондай болды. Алла тағала басымызға бермесін. Сондықтан сол соғыстан оралған ата-бабалардың ұрпақтарында мен бәріне көмектесуім керек. Әлі күнге дейін сол немерелері көмектескісі келіп тұрады. Анаған да көмектеседі, мынаған да көмектеседі. Бірақ та ол көмектің де өзінің сауабы болу керек. Заңдылығы болу керек. Дұрыс көмек беру керек. Соны кеңеске келгенде, семинарға келгенде мен түсіндіремін. Себебі ондай айту әрбір тектен сол бір-екеуі сондай шығады екен. Атасы сияқты бәріне көмектеседі. Ақшалай да көмектеседі, былай да көмектеседі. 40-тан асқаннан кейін шаршап шалдығады. Қай кезге дейін мен көмек беруім керек. Себебі қалғандар үйреніп қалғандар. Олар қолдарын ашып, ауыздарын ашып отырады. Олар тек қана алып үйренген ғой. Ал біреуі тек қана беріп үйренген. Бұл жерде әгі беру алудың балансы бұзылған. Сондықтан біз түсіндіреміз енді қалай сол балансқа келуге болады. Сосын кейін тағы бір байқағаным, кейбір ұрпақтарында сол аталар аман-есен соғыстан келді ғой, бір түрлі адам өзі түсінбейтін кінәлік сезім болады. Кімнің алдында кінәмін, не үшін кінәмін түсінбеймін дейді. Мен өзімде де сондай болған. Мен нағашы атам соғыстан аман-есен оралды ғой. Сосын кейін мен енді... Яғни мен оралдым, ал басқасы оралмады деген, иә. Сосын кейін мен зерттей бастадым, сұрақ қоя бастадым. Қалай болған, былай болған деп түсіндірген, өзімде түсіндім. Түсінгенім кейбір сондай соғыстан аман-есен келген аталарымыздың сондай кінәлік сезімі болған екен. Мен аман қалдым. Бірақ та қасымда қаншама досым, жолдасым қаза тапты. Соны түсінгенде ұрпағын айтқанда кейбір сол кезде сол кінәлік сезім жойылып кетеді. Ол деген енді көп тыңдармандарымыз түсінбейтін шығар. Бірақ та міне болды, менде ондай сезім жоқ. Оны менде қазір ғылыми жолмен қалай жұмыс істеуге болатын бізде әдісі бар. Біз енді тыңдармандарымыз түсініп отырған шығар, біз жалпы көрсетіп отырмыз. Ал ең қиын тағдыры хабар-ошарсыз кеткендердің. Оны да кеңеске келгенде мен генограмманы сызамын ғой, сонда сұраймын, мына атана не болды, ана атан, әжен сонда хабар-ошарсыз кеткен. Сосын кейін ақырындап бақылай бастадым. Қандай қалыптасқан әдет ғұрып, мінез үлгі. Сөйтсек, сондайдың ұрпақтары әлі күнге дейін бір нәрсені жоғалтып отырады екен. Былай ғылыми тілде айтқанда, орысша былай деп аталады: бессознательное ожидание потерь дейді. Әлі күнге дейін бір нәрсенен айырылып қалам, жоғалып кетеді деген сондай күту жүйесі болады екен. Біреуі абыройынан айырылады, біреуі үйінен, біреуі қызметінен, біреуі тіпті әйел адамдар зергерлік бұйымдарымыздан жоғалта берем дейді. Сақинамды, сырғамды. Көбі сотовый телефоннан жоғалтады. Сұрасам, көп нәрсені жоғалтам деп, ал оны қалай тоқтатуға болады? Психологияда гештальт бағыт деген бар. Оны бірақ та біздің ата-бабаларымызда білген. Мысалы бізде мынандай бөрене жерлеу деген салт дәстүр болған. Сондықтан мен осыны түсінгенде, сосын кейін ана жерде сондай керемет қайғы, сондай керемет енді хабар-ошарсыз кетті деген адамға тіпті қалай жаман естіледі, қалай ол болды ма, болған жоқ па? Мүмкін ол көбі сенеді, ол тірі жүрген шығар атам. Германияда қалған шығар. Әнеже үміт әлі күнге дейін үзілген жоқ. Ал бірақ та қазір ол жауынгерлердің тіпті жас кетсе де 90-нан асты, уже тірі жүру мүмкін емес. Бірақ та қаншама адам, мен үлкен әжелермен, балам, бауырым тірі шығар. Сенім. Шексіз сенім. Ал енді қазіргі кезде соны түсіндіру керек. Болды. Уже тіпті тірі қалса да, Германияда қалса да, қайда қалса, ол уже дүниеден озды. Осының бәрін түсінгенде мен қасыма әріптестерімді жинап,
бізді түсінген адам болды. Мұратжан Атаевич Молдагалиев, ол кісінің өз атасын әлі тапқан жоқ. Ленинградтың түбінде хабар ошарсыз кеткен. Біз сол атамның аманаты қоғамдық бірлестік құрастырдық. Волонтерлық жұмысымыз еріктілер ретінде хабар ошарсыз кеткен ата-бабаларымызды іздейміз. Бізге іздеуге тапсырыс беруге болады. Міне сондай мінез құлқы бар. Мен сосын кейін сол адамдарды байқаймын ғой. Себебі сөйлесіп тұрамыз. Оның арасында өзім таныстарым да бар, достарым да бар. Кейбір аталардың жерленген жерін тауып жатырмыз. Кейбір аталарымыз туралы тек қана айту бір мәліметтер, деректер, құжаттар. Соны ұрпағына жеткіземіз. Сіздің атаңыз батыр, ешқандай сатқын емес. Яғни сіз батыр, сатқын емес деген кезде ұрпағы қалай әсер етеді оған? Әсері қандай? Жылайды. Ер азаматтарға дейін жылайды. Себебі советтік кезінде сондай саясат болды. Бір жағынан неге көп жауынгерлерді хабар ошарсыз ұрпақтарына пенсия төлемеу үшін. Ондай да болды. Екіншіден ол кезде енді отырып дәлелдеу мүмкіндік болған жоқ шығар. Сондықтан болды, хабар ошарсыз кетті. Хабар ошарсыз кеткендей ондай түсінік болды. Ол сатқын. Сондықтан іздемей көбі қорқып отырды. Ішінде тек қана былай өжет отбасылар Москваға да барып, военкоматқа да барып, жазып, іздеп жүрді. Бірақ та ол кезде архивтің бәрі, мұрағаттың бәрі Ресейде, Подольск қаласында, оның бәрі жабық болды. Міне 2000 жылдардан бастап ақырындап ашып келеді. Сол сөйтіп айтқанда адам өзгереді. Сондықтан мен көбінесе қыздарға, біздің іздеушілер қыздарымыз бар ғой, қыздар, бір ай жай қағаз емес, WhatsAppқа тек жазып емес, сөзбен жеткіңіздер. Рахмет. Сіздерге рахмет. Бұл бір жағынан көңіл айту дейді қазақтың салт дәстүрі. Көңіл айтамыз. Көңілді айтпаған бұл адамдарға. Жаназалары шығарылмаған, Құран оқымаған. Міне көрдіңіз бе? Сондықтан соның бәрін түсіндіреміз. Енді міне жаназасында шығаруға болады. Құранға қосуларыңызға болады. Біз сіздерге бүкіл қазақ елінің атынан, атамның аманаты қоғамдық бірлестігінің атынан мен ең бірінші бастайтын сөзім көңіл айтам дейді. Бірге қосылып жылаймыз. Әлі күнге мен кейде ойлаймын, мен қашан мына ұрпағымен қосылып шыдай алмаймын. Бірге жылап аламын. Ер азамат болсын, бүгін міне Қырғызстаннан бір азамат Фейсбуктан көріп, екеуміз голосовой бір-бірімізге жіберіп отырмыз. Басында орысша сөйледі, содан кейін мен қазақша айтқаннан кейін тура жылап отырып маған қырғызша айтып жатыр. Атамды тапқым келеді, енді сол іздеп жүрміз, бізге рахмет, батасын беріп жатыр. Міне осындай жағдай. Сосын кейін тағы да айта кетейін. Кейбір құжаттарда ВМН дейді, высшая мера наказания. Ату жазасына кесілген ата-бабаларымыз. Ондай аталардың ұрпақтарына тек қана өзім хабарласам. Өзім 3-4 күн дайындалам. Қалай мен жеткізем? Олар үміттеніп отыр ғой. Кезінде Майдан Көмекевич Кусаинов, бұл біздің Қазақстандағы ең бірінші сондай волонтер іздеуші. Сол кісі әскери тарихшы. Сол кісіден сұрадық. Не деп айтамыз? Не болды? Қалай жеткіземіз? Біз енді кінәлай алмаймыз ғой. Қаншама жыл міне үміт үзбей тосып отыр. Сол кісі айтты, әртүрлі жағдай болған. Бір байқағаным, сол адамдардың көбінің жасы үлкен. Сосын кейін ұрпағынан бірінші сұрайым. Аталарыңыз сауатты болды ма? Сауатты болған. Біреу парторг болған. Біреу колхозда қызметте болған. Сондықтан білімі болған. Көздері ашық адамдар болған. Қарсыласты ма екен? Бір нәрсемен келіспеді ме екен? Командирімен, басшысымен. Кейбіреулері көп орыс тілін білмеді ғой. Налево десе, ол направо бұрылған. Ондайда болыпты. Қалғандарды қорқыту үшін атып жүрген. Етіктегі шылғаусыз болып, аяғын қажап,
Әгі стройдан қалып қалдым ба, бітті, сен сатқынсыз деді, атып жерген. Не болса адасып кеткен заман сұмдық болды. Соғыс деген Құдай Алла басқа бермесін. Сондықтан сөйтіп ақырындап түсіндірем. Осылай болды. Ары қарата іздемейміз. Сізде де іздемеңіз. Ешқандай ақпарат шықпайды. Сосын кейін 2-3 күн өзімде енді қатты жүрегіме де алам. Бірақ та енді тапсырыс бергеннен кейін жеткізу керек қой. Солай міне сөйтіп жеткіземіз. Сондықтан біздің атамның аманаты, міне істеп жүрген ісіміз. Бізге айта кейін, бізге еріктілер керек, бізге координаторлар да керек, архивтен іздейтін көмекшілер де керек. Бәрі қыздар. Ер азаматтар білмеймін неге біздің қатарымызға аз қосылады. Сосын кейін кері обратный поиск деген бар. Кері іздеу, себебі біздің қоғамдық туралы шетелде білгенде Ресей, Украина, Беларусь, Батыс Европа өздерінің ұрпақтарын іздейді. Жоқ, ол жерде біздің жерленген жерлері белгілі, ол көбінесе бауырлас зират. Оларды әлі күнге дейін тоқтатқан жоқ. Міне мысалы Ресейден келеді. Мынандай жерде біз құжаттарды таптық. Міне жерде 8000 жауынгер жатыр. Міне жерде 350, соның ішінен олар іріктеп қазақтарды табады. Сосын кейін бізге хабарласады. Ұрпақтарын іздеп көріңдер. Сөйтіп ұрпақтарын тауып жатырмыз. Сосын кейін хабар береміз. Мысалы, Шу қаласынан бір ер азамат атамды іздеймін деп тапсырыс берді. 1-2 айдан кейін Норвегиядан елшіліктен келген Марат деген бауырымыз бар. Бірінші хатшысы Норвегияда біздің немістердің тұтқын лагері болған. Сол жерде қазақтарда болыпты. Соның тізімін Марат өзі, Марат емес, ұмытып тұрмын қазір баламның атын, соның тізімін бәрін тауып бізбен хабарласты. Сол Шудан берген ер азаматтың атасы сол тізімнен шықты. Сол жерде жерленіпті, тұтқында қаза тапқан, бірақ та енді Норвегия баруға жағдайым жоқ деді. Сол жерден, сол елшіктен топырақ алып келді. Сосын кейін әсіресе Ресейде әлі күнге дейін Украина тоқтап қалды, мына соғысқа байланысты. Беларусь елінде әлі күнге дейін қазба жұмыстар жүріп жатыр. Себебі сол кезде жерленбеген дұрыстап жауынгерлер өте көп. Шайқас болды, сол жерде мыңдап қалды, жүздеп қалды. Сосын кейін топырақпен айту. Бұлай жаба салды. Сонымен қазір Ресейдің енді мықты сондай азаматтары бар. Көбі бизнесмендер. Өздерінің қаражаттарымен сол көктемнен күзге дейін сол далаға барып, соның ішінде мысалы Михаил Богданов деген мықты досымыз бар. Қандай иманы бар жігіт. Өзінің атасын тапқан жоқ. Сонда мәйіттерін көтереді ғой. Бәрі араласып жатады. Кейде жалғыз біреу жатады. Сол кезде мынандай бұйрық болған, солдаттың гильзасында медальон болған. Кейде смертный медальон, кейде солдат медальоны, соның ішінде жазылып тұру керек. Аты жөні, қай жерден шақырылды, бірақ та көп жауынгерлер ырымдап лақтырып тастайды екен. Тірі қалу үшін. Ал сақтап қалғандар міне нақты ашады, сол жерде оқиды. Казахская ССР, қала жазылып тұрады, аты жөні. Олар соны оқиды, реставрация жасайды. Сосын кейін бізбен хабарласады. Міне сондай жерленбеген 19 жауынгерді Қазақстанға алып келдік. Сосын кейін олар сондай тапқанда, нақты дәлелдегенде, міне осы жауынгердің мәйіті осы ұрпақтарына хабарлайды екен. Сонда ресейліктер таңғалатыны қазақтардан басқа бәрі бас тартады дейді. Сол жерден жерлей сағындар деп айтады екен. Тек қана қазақтар елімізге алып кетеміз. Сүйегіміз деген. Жерімізге алып кетеміз деп, біз ұрпақтарын іздейміз, табамыз, хабар береміз. Кейде ол тікелей ұрпақтары, кейде айту бір туыстары. Қазақ бір ру болса туысы ғой. Сосын кейін сол әкімшіліктерге рахмет, қорғаныс министрлігіне рахмет, сыртқы істер министрлігімізге рахмет. Қазір департамент по делам обороны дейді ғой, бұрын военкомат дейміз. Солардың қызметкерлеріне рахмет. Кезінде басында олар бізде түсінбеді.
Біз не істеп жүргеніміз қазір түсіндірдік, қолдайды, сол үлкен шара өткізеді, ұрпақтарын әкімшілікке шақырып, үлкен сондай шаралар патриоттық сезім себебі бізге керек. Осы жерде патриоттық сезім туралы айтсақ, өйткені бізде бағана сіз өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, студиядан тыс әңгіме болған, сіз бен менің арамда. Яғни сіз айттыңыз, осы патриоттық сезім ол өзінің ата бабаларын тегін танудан басталады. Бізде енді жалпы қазақ болғаннан кейін өзіміздің ұлы тұлғаларымыз қаншама мықты ақын, жазушы, батыр, жырау, тағысын тағылар көп. Біз олардың барлығын құрметтейміз, олардың шығармашылығы, өткен өмірі, еңбегіне бас иеміз. Бірақ дегенмен өзіңнің тегіңнен шығып жатса, ол басқаша деп айтқансыз. Сондықтан текті білген дұрыс. Патриоттық сезім сол жерден бастап тәрбиеленеді дедіңіз. Осы туралы тарқатып айтып кетсеңіз. Бұл адамның психологиялық ерекшелігі. Бала отбасында дүниеге келеді. Әке анасына үйренеді, түсіне бастайды. Мынау ана, мынау әке, мынау атам, әжем, мынау туған туыстарым деп. Әрбір отбасыда әрине әртүрлі тәрбиелейді. Бірақ та мен осы жақында ғана, осы 1 жылдай бұрын байқай бастадым. Мектепке барады, түсінген балабақшаға барады. Балабақшада тақпақ үйретеді. Әсіресе қазір біздің қазағымыздың салт дәстүрлерімізді, батырларымызды, әжелеріміз, аналарымыз туралы тәрбие сабақтар өтеді ғой. Сонда мен бір жағдайға назар аудардым. Ол жерде көбінесе кішкентай балабақша болсын, бастауыш кластарда оқыған балаларға біздің ұлы тұлғаларымыз туралы айтады. Жиі айтады. Абай болсын, Алаштың тұлғалары болсын, тіпті Қабанбай батырымыз, басқа батырларымыз. Ал бала оны әлі айту біледі, мынау адам екенін, мынау ата, мынау әже екенін, бірақ та ол әрбір балаға туыс емес. Сондықтан маған мынандай ой келді. Сол балаға ең бірінші өз тегіндегі аталар, әжелер туралы айта берсе, ол бала түсінбесе де, ол түп санасында түсінеді. Адамның орысша былай психологияда внутренний ребенок деген бар. Сол жерде бала басқаша тәрбиеленеді. Өз атасы туралы, өз әжесі туралы бірінші айтса, сенің атаң қандай болды, қандай қызмет істеді, қандай оның жақсы қасиеттері, қандай қабілеттері, анаң мен әкеңнің жақсы жағы, әжелерің, нағашылардың қандай жақсы, бала бірінші менің ойымша соны түсіну керек. Сосын кейін барып, ұлы тұлғаларымыз айтса, сонда бала бірден қабылдап кетеді. Мынау Абай бабамыз, мынау Бауыржан бабамыз, мынау Әлия біздің апамыз, әжеміз деп. Менің ойымша, сондықтан бірінші сол тегінен өзінің адамға, сол кішкентай балаға туыс адамдардан бастаса, мүмкін сол патриоттық сезім, тіпті басқа сезімдерде тезірек оянып қалыптасатын секілді. Қазір негізі енді заманауи психология дамып жатыр ғой. Сол дамуына байланысты айтады ғой, енді жаңағы өзіңнің тегіңдегі, енді родыңдағы деп айтады, мысалы ресурсы, родовые ресурсы дейді. Яғни бізде қазақ бұрыннан сол шежірені бекер жазбаған, бұрыннан ата бабасы туралы бекер айтпаған, әр бүйтіп түптеп келгенде әр қазақтың жаңағы шежіресінде бір батыр болған ғой. Бәр батырдың ұрпағы ғой, былайша айтқан кезде. Батыр аналар да болған. Батыр аналар да, батыр аталарымыз да болған. Демек, біздің бойымызда жаңағы патриоттық, болмаса жаңағы бір рух дейді ғой. Қазақтың рухы бұрыннан келе жатыр дейсіз ғой. Сол рухты ақырындап ояту керек. Ояту жолында ең бастысы, ең маңызды, тіпті балада түсініп кететін, ол өзінің туған туысы. 46 хромосомасында бар бағдарлама, 46 хромосомасындағы бар сезім, ой, рух. Тамаша. Ал осы рухқа қатысты сізде бір кейстарыңыз болды ма? Осы патриоттық сезімді оятуға, адамның ішіндегі жаңағы. Енді тіпті жалпы патриоттықта демейік, қазақтың осы текке байланысты көп сөздері бар ғой. Бір мысалмен бөлісейін, соңғы Алматыдағы семинарымызға бір жас жігіт келді. 20-дан ғана асқан ғой деймін. Бірінші күні енді көзі бақырайып тыңдап отырды. Бірақ та қарасам, кейбір адамдар жақтырмай кетіп қалады.
Мына бала отыр, көзінен байқап отырым, көп ойлар пайда болған шығар, көп нәрсені түсініп отыр. Бірінші үзіліс кезінде маған келді де бүйтеді: мен әкемді білмеймін деді. Себебі дедім, айырылысып кеткен. Мен оны кезде тіпті кішкентай болғамын. Сосын кейін айттым, енді сұранысың қандай? Әкемді білгің келе ме? Жоқ, білгім келмейді деді. Мен оны не қылам деді. Сосын кейін үндемей, бірақ та қасымнан кетпей тұр. Сосын кейін тағы қандай сұрақтарым болады деді. Енді үзілісте мен оған толық кеңес бере алмаймын ғой. Үндемей тұр. Көзіне қарадым да айттым: балам дедім, қазақтың бір ауыр сөзі бар, соны айтайын дедім. Тегін білмеген тексіз дедім. Үндеген жоқ, түсіндім деді. Бірақ та сол сенбі күні кешке дейін отырды. Тағы да біз көп мысал келтіреміз, түсініктеме береміз ғой. Ертеңінде қарасам, келмепті. Сосын кейін ойладым, мына ойлан шығар, мына тәте бір қайдағы бір нәрсені айтып жатыр, бұл маған не керек деп. Енді ойладым, қарасам, залда жоқ, түсте келді. Таңертең неге келмеді, не болды, кеше қалай, ұнамаған жерін, мен сондай сөз айтты деп ренжіп қалған жоқсың ба десем, таңғы 4-ке дейін ұйықтамадым дейді. Әкемді таптым, атамды таптым деді. Міне, қазақтың бірақ сөзі, қазақтың рухты ояту жолы. Азаматсың екен дедім, мықтысың дедім. Енді арғарта не істейсің? Дүйсенбі күні атаммен кезігем деді. Міне біз қазақ осындаймыз. Онда бүгінгі осы әңгімемізді осы сіздің жақсы бір кейсіңізбен, мысалыңызбен бітіре отырып, өзіміздің қазақтарға айтпағымыз: тектеріңізді біліңіздер, ата-бабаларыңызды қараңыздар, оқыңыздар, олардың мықты қасиеттерін әсіресе біліңіздер дегіміз келеді. Қасиет, қабілет, дағдылары, онда қаншама ресурс жатыр. Әлия апай әрдайым семинарда айтады, ол деген мықты ресурс қой дейді. Әсіресе бізде қазақтар енді ұзақ жасаған ғой. 90, 80, 80-ді асып, 90-ды асып, 100-ге дейін барған. Мысалы 100-ден де асып жатқандар болған. Қаншама құрсақ көтерген, яғни оның барлығы ресурс. Сол ресурстарыңызды табыңыздар. Өздеріңіздің генограммаларыңыздан сызып шығыңыздар, қараңыздар, көріңіздер. Кім қандай жетістіктерге жеткен. Жаңа айтып отырсыз, соғыстан келген. Яғни, былайша айтқан кезде жауға берілмеген, жеңілмеген, еліне аман есен оралып отыр. Яғни оның барлығы демек ресурс. Сол кәдімгі современный модерн психология айтып отырғандай ресурсты жан-жақтан айдаладан емес, өзіңіздің тектеріңізді соны жаңғырту керек. Менің сол ұсынысым барлық ана әкелерге, ата әжелерге күнде, аптасына бір рет сол ата-бабаларыңыз туралы айтып отырыңыздар. Ана-аталардың мынандай болған, нағашылардың осындай болған. Тек қана жақсы қасиет қабілеттерін, тек қана жақсы сол әрекеттерін айта берсеңіздер, сонда ұрпағымыз мықты болады, ұрпағымыз күш қуатты болады, тамырлары тереңдей береді, рухтары нығая береді. Сондықтан біз сол өзіміздің қазақи болсын, тіпті адамзаттық рухымызды жаңғыртып күшейтуіміз керек. Оның жолы тек қана бір ата-бабаларымыздан келген күш қуат. Қазіргі өзіміз туралы мен бұлай істедім, сонда бала үлгі алады. Ал үлгісіз адам ол далада өз бетімен жел қайда қуса, итерсе, сонымен кетіп бара жатқан қамбақшақ сияқты болып кетеді. Сондықтан ұрпағымыз тамырлана береді. Тамырлана берсін ұрпағымыз. Сіздермен бірге болған 70 подкасты, оның жүргізушісі мен Зарина Бойынбаева, және менің бүгінгі керемет қонағым, осымен екінші рет студияға келіп отырған Әлия Сағымбаева Нұрпайқызы, тектанушы, Қазақстандағы белді тектанушылар ассоциациясының вице-президенті. Осы орталық Азиядағы кәсіби қоғамымыз бар. Кәсіби қоғамдарыңыз бар. Көркейе берсін, өсе берсін, өне берсін, атамның аманатын арқалап жүрсіздер. Сол жақтан жақсы жаңалықтар көп келе берсін, ұрпақтары өсе берсін ол кісілердің. Баршаңызға тек жақсылық тілейміз, және біздің арнамызға жазылып қойыңыздар, лайктарыңызды басып қойыңыздар, бөлісе отырыңыздар біздің осы бүгінгі әңгімемізбен. Алдағы уақытта көріскенше. Әлия апай, рахмет. Заманымыз тыныш, еліміз аман болсын. Әумин.